кезінде мен де шалыс бастым, қателестім, бірақ мына албастылардың азғындауы тым шектен шыққандық. Ол кездері сатып алған пәтеріме кете алмадым, ішінде жөндеу жүріп жатқан. Сонымен үйдегі еркегіме келіп жүрген қатынсымағы ма, әлде қос жынысты албасты еркек келген сайын бір түрлі көзбен қарайтын, іштей сезетін. Бірде асүйде тамақ әзірлеп жатсам, артымнан келіп мойнымнан иіскеп, қандай исің тәтті, ұнатып жүрмін сені. Біз бар даусыммен жоғал албасты деп итеріп құшағынан сытылып шықтым. Күйеуім де жүгіріп келді. Ашудан жылап жіберіп күйеуіме: мен сен сияқты күнәһар емеспін. Әйелің ретінде сыйламасаң да балаңның анасы ретінде сыйласаң болады ғой. Мына албасты сенің қатының ба, әлде байың ба? Маған қол жүгіртуге қандай құқығы бар деп айғайлап жылап үйді басыма көтердім. Шұбырып келген үш еркегі менің айғайымнан үнсіз үйден шығып кетті. Ал күйеуім маған қабағын түйіп: не болды сонша шу шығарып? Сен де кезінде клуб кезген жәлеп болғансың. Онымен бол, менімен бол, бәрібір сен періште емессің. Немене мені түк білмей қалады деп ойлайсың ба? Бүгінгі кештің сәнін құрттың деп маған ашуланып үйден шығып кетті. Сол күнгі ұрыстан соң транстар үйге келмей жүрді. Үйімнің ремонты дайын болып қалған. Көшуге асығып жүрмін. Ауылдан суыт хабар келді. Әжем қайтыс болыпты. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай. Баламды енеме тастап ауылға кеттім. Жүрек талмасынан қайтыс болыпты. Жаназасын, қырқын бәрін өткізіп кетер кезде анам сөйлесуін өтінді. Анаммен алғаш рет отырып сөйлескен екенмін. Анам маған өткен өмірін түсіндіріп айтты. Екеуміз қосылып бір жылап, бір күліп, ақыры татуластық. Анамның алғаш рет құшағына басқаны әлі есімнен кетер емес. Қандай керемет сезім. Ол сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тек мен анашым деген сөзді ғана айта алмадым. Бір нәрсе жібермей тұрғандай болды. Анама күйеуім екеуміздің болған жайтты бәрін айтқым келді. Ішімдегі мұңды айтқым келді, бірақ ашыла алмадым. О баста әжем анамды маған жауыз ретінде көрсеткен соң ба, білмеймін, әйтеуір біртүрлі. Күйеуім екеуміздің арамыз бұрынғыдай емес, тек шартпен некемізді бұзбадық. Ортадағы баланы ойлап, бір жағы ол байлығын әкесі алып қояды деп өтінген соң ажыраспадым. Бірақ екеуміз бөлек тұрамыз. Мерекелерді бір отбасы сияқты фото түсіп, немесе оның ата-анасына барып қайтамыз. Бір күні анам қалаға үйге келіп, менің күйеуіммен тұрмайтынымды біліп қойды. Мен анама бар сырымды алғаш рет ашып айттым. Күйеу баласы туралы шындық анама ауыр болды. Әрең қабылдады бұл жағдайды. Анама ешкімге айтпауын өтіндім. Әрине, қызым, кімге айтамын, барымды, нарымда сенсің ғой, ботам деп еркелетіп, жасым 30-дан асса да ана мейірімі бөлек екен. Бала күнімде сезінбеген анаммен әке жылуын мен сырттан іздеген екенмін. Бауырларымды қатты сағындым. Олармен отырып бас қосқым келеді деп едім. Анам оларды үйге жинап, бәріміз бір отбасы болдық, отырдық. Сол кезде атам: әке, әне келінжан, айттым ғой, кезіндегі қиындық бәрі ұмытылады деп жымиып, бәрі мәз-мейрам болып, сол кездегі мен отбасымның барын сезіндім. Одан кейін анаммен үнемі байланыста болдым. Ұлымды көруге 2 апта сайын қалаға үйіме келіп тұрды. Енем мен атам өте керемет жандар. Бізді жастар деп үйге ескертусіз келген емес. Қанша ақуатты тұрса да кедей түгі жоқ деп бөліп жарған емес. Өте қарапайым кісілер. Тек менің күйеуім қайдан шыққан албасты. Бірде анам есінен танып құлады. Дереу емханаға жедел жәрдеммен апардым. Қатерлі ісік бар екен естіп, есімнен ауып қалғандай болдым. Бұл жағдай маған қатты ауыр соққы болды. Анам жазылмайтын дертке шалдыққан екен, оны кеш білдік. Бізге айтпай жүре берген ауру асқынып кетіпті. Анамды барынша емдеуге барлық жағдайды жасадық. Түрлі елге апардық. Тек бәрінің айтқаны сол бір сөз: ешқандай емі жоқ, тек жанында болып соңғы сәтін күту деп шығарып салды. Күнде жылап, өзімді қоярға жер таппай, анамның қасында бәріміз бірге болдық. Анамды құшақтап отырып, оның көз алдымызда қиналып, солып бара жатқаны қандай ауыр соққы десеңізші. Анашым-ау, қандай сұлу едің, менің мөлдір көздерің, қиылған қастарыңа қарап, мен саған ұқсаған сұлу болған екенмін ғой, анашым.
Өмірімде алғаш рет анашым деп соңғы рет құшақтап жылағанда анамның көзі нұрланып маған қарап, осы сәтті қанша күттім деп бауырларымда мені құшақтап сол жерде демі үзілді. Бәріміз жылап, біріміз талып, бұл жағдайды көтере алар емеспіз. Анамның қайтыс болғанынан атам байғұс көтере алмай артынша атамнан айырылдық. Солай өзімнің жақындарымды жоғалтып алдым. Атамның бейшембісін беріп өз үйіме қайттым. Қайтар кезде әкеме жылап, әкешім Асқар тауым, енді сен кетпеші, мен бұны көтере алмаймын деп екеуміз қатты жыладық. Сіз немере ұл-қыздарыңызға керексіз, барынша бекем болыңыз деп жұбатып кеттім. Қалаға келіп бар жағдайды тез ұмыту үшін ойым бөлінсін деп шағын бизнес ашып көңілімді аулап жүрмін. Бір ұлымды ешкімге жәутеңдетпей батыр еркек сияқты баққым келеді. Қолымнан келер ме екен?